Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Пысық, кәде, қабу, жаһандану, кеңістік, турникке тартылу, сұхбаттасу, шолу, дәрет, сана, негіздеу, қалау, мәнер. Сөздердің тізімін орыс тіліне оқимын, тыңдаңыздар. Расторопный, обычай, кусать, глобализация, пространство, подтягиваться на турнике, интервьюировать, обозревать, испражнение, сознание, основывать, сооружать, основывать, манера. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазбақпын, тыңдаңыздар. Шығармамды жазып, сіздермен бөліскім келеді, тыңдаңыздар. Қызықты пен-отпес сұхбаттары. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін студиямызда белгілі зерттеуші Жолдас Серіктесұлы күтіп алыңыздар. Бір бойлы, қатты көзілдірігін киінетін адам студиясына кіріп: армысыздар, қадірлі достарым, шақыруыңызға үлкен рахмет деп диванға отырды. Бүгін бағдарламамызда заманауи дүниетанымға себептері қандай болды деп талқылайық. Планетамызда жаһандану үдерісі пайда болғанын бәрі біледі. Бүкіл әлемде бірдей экономикалық, саяси, мәдени трендтер көрініп тұр сияқты. Сіз менімен келісе аласыз ба? Осына қандай себептер болған деп ойлайсыз? Сізбен толықтай келісе алмаймын. Әлемдегі трендтер ұқсас, бірақ дәл бірдей емес деген айтуға болмайды. Менің басты мамандығым әлем тарихы. Осы жоғары көзқарастан әлемдік трендтердің даму үдерісін бірнеше ғасыр бойы зерттеп шола аламын. Әлемдегі мәдениетті қандай етек алғанына аз сөздермен айтуға оңай емес. Әлемдегі төрт бұрышында ерекше кәделер, әдет-ғұрыптар пайда болды. Олар география мен қоршаған ортаға байланысты. Мен ойымша, көшпелі цивилизациясының қалыптасқаннан кейін үлкен даладағы кеңістіктер біріктірілді. Мысалы, түркі қанағатты, сосын Шыңғыс ханның империясы орасан көшпелі мемлекетті негіздеп, ерекше экономикалық, саудада мәдени ортасы қалады. Осы бірінші жаһандану болғанына гипотезаны болжауға болады. Адамдардың санасы осы мемлекетіне ерекше болғанда айтуға болады. Үлкен империясының санасы. Айтпақшы, осылай санасы Рим, Британ, Ресей, Кеңес одағы, ақш-тағы басқа империяларға тән екен. Қандай қызық, керемет ақпарат бердіңіз, Жолдас мырза. Осыдан бері сізді бағдарламамызға жиі шақырамыз. Үлкен, шын жүректен рахмет.
мындаған алғыс. Сұхбаттасуыңызға рахмет. Кездескенше бағдарламамызды жалғастырайық. Біздің келесі қонағымыз мәнерлі ерекше сән дизайн мамандығы Нәзік Сұлтанқызы. Ол кемпір құсақ деген қоғамның белгілі мүшесі. Қош келдіңіз, Нәзік. Баршаңызға сәлем. Бәрі мені асқақ және менменшін тұлғасы ретінде санап жатыр. Бұл өтірік екен. Менің жаныма отыруға болады. Мен ешкімді қапқым келмейді. Рахмет. Енді сіз өзіңіздің әдеттегі күніңізді сипата аласыз ба? Иә, мен пысық жанмын. Таңертең ерте тұрып, дәретханаға және ваннадағы ритуалы жасап, далаға шығып, жаттығу ретінде сыртта турникет тартыламын. Келесі жаттығуда синхрон аудармасын тырысайық. Тыңдаңыздар. Одно интересное и одно глупое интервью. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня в нашей студии встречайте известного исследователя Жолдаса Сериктисулы. Человек высокого роста в толстых очках вошел в студию. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо за приглашение, сказал он и сел на диван. В сегодняшней программе давайте обсудим, каковы причины формирования современного мировоззрения. Все знают, что на нашей планете идет процесс глобализации. Кажется, что по всему миру наблюдаются одинаковые экономические, политические и культурные тренды. Вы согласны со мной? Как вы думаете, каковы были причины этого? Не могу с вами полностью согласиться. Тренды в мире похожи, но сказать, что они одинаковые, нельзя. Моя основная специальность – всемирная история. Я изучил процессы развития мировых трендов на протяжении нескольких столетий и могу обозревать с этой высоты. Нелегко в нескольких словах сказать, как развивалась культура в мире. Во всех уголках света возникли уникальные традиции и обычаи. Они связаны с географией и окружающей средой. По моему мнению, после формирования кочевой цивилизации были объединены огромные степные пространства. Например, тюркский каганат, а затем империя Чингисхана заложили основы огромного кочевого государства и создали уникальную экономическую, торговую и культурную среду. Можно предположить, что это была первая глобализация. Можно также сказать, что сознание людей в этом государстве было особенным. Сознание Великой империи. Кстати, такое же сознание свойственно римской, британской, российской, советской, США и другим империям. Какую интереснейшую информацию вы нам предоставили, господин Жолдас. Отныне мы будем чаще приглашать вас в нашу программу. Огромное искреннее спасибо. 1000 благодарностей. Спасибо за беседу. До встречи. До встречи. Продолжим нашу программу. Наша следующая гостья с особыми манерами. Специалист по дизайну одежды Назик Султанқызы. Она известный член сообщества «Радуга». Добро пожаловать, Назик. Всем привет! Все считают меня высокомерной и эгоистичной личностью. А это неправда. Рядом со мной можно сесть. Я никого не хочу укусить. Спасибо. А теперь вы можете описать ваш обычный день? Да, я человек расторопный. Утром рано встаю. Совершив свой туалетный и ванный ритуал, выхожу на улицу и делаю зарядку. Подтягиваюсь на турнике.